оқушылар, сіздермен мен нөмірі 231 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Баешева Нұргүл Нәтейқызы. Бүгінгі сабағым қазақ тіл пәні бойынша мәдени мұра бөлімінің 34-ші сабағы. Тақырыбы сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Оқу мақсаты: мәтіннің тақырыбы мен берілген кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу. Бұл сабақтан балалар сіздер сөйлемнің дара және күрделі мүшесін ажыратуды үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар сөйлем мүшелері туралы қайталап өтейік. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Әрине, сөйлем құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз. Ал оның байланысын қалай табамыз? Сөйлем мүшелері тұрлаулы мүше және тұрлаусыз мүше болып екі топқа бөлінеді. Тұрлаулы мүше бастауыш пен баяндауыштан тұрады, ал тұрлаусыз мүшеге бастауыш пен баяндауыштан басқа мүшелер жатады. Жақсы балалар, ендеше сабағымызды бастайық. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бағаның екі жағындағы сөйлемдерді салыстырайық. Бірінші бағандағы сөйлемдер: Ақнұр мұражайға келді. Кесенеде үлкен тай қазан бар. Тай қазанның салмағы 2 тонна. Екінші бағандағы сөйлемдер: Әли әкесімен отырарға келе жатыр. Кітапханада өте үлкен кітап бар. Тәуелсіздік ескерткішінің биіктігі 28 метр. Не байқадыңдар балалар? Әрине, балалар, кестедегі қарамен жазылған сөйлем мүшелерін салыстыру барысында біз сөйлем мүшесі бір сөзден де, екі сөзден де жасалатын байқадық. Міне балалар, сөйлем мүшелері бір сөзден де, бірнеше сөзден де жасалады екен. Демек, балалар, екі сөзден жасалған сөйлем мүшесі дара мүше деп атайды. Ал екі не одан да көп сөзден жасалған сөйлем мүшесі күрделі мүше деп атайды. Екінші тапсырмаға қарайық балалар. Мәтінді мұқият оқып, күрделі мүшесі бар сөйлемді табамыз. Әкем Мұхаммед Құсайын мырзаның өз дегенінен қайтпайтын мінезі бар. Бала күнінен ата-баба тарихын құлағына құйып өсті. Олардың жүріп өткен жолдарына дейін жатқа білетін. Аталарының іс-әрекеті ол үшін үлкен мәртебе. Солардың халқына еткен қызметін мақтаныш тұтатын. Аталарындай болу оның бала күнінен бергі мақсаты еді. Мына заман оған мүмкіндік беріп пе? Мәулен есіне бірдеңе түскендей үнсіз қалды. Мұхаммед Қайдардың екі көзі ұстазында. Ол үшін одан асқан данышпан жоқ тәрізді. Ал балалар, осы сөйлем мәтіннің ішінен күрделі мүшесі бар сөйлемді табамыз. Әрине, мәтіндегі күрделі сөзі бар сөйлем бала күнінен ата-баба тарихын құлағына құйып өсті және Мәулен есіне бірдеңе түскендей үнсіз қалды. Бұл сөйлемдердегі құйып өсті, үнсіз қалды сөздері бұлар күрделі мүшелер. Өйткені екі сөзден құралған. Бәрі бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқарады. Келесі тапсырма: суреттерге қарап, сөйлемдердің күрделі мүшелерін тауып, қай сөз табынан жасалғанын айтамыз. Бірінші сөйлем: ат бәйгеде озып келді. Екінші сөйлем: Байжан сурет салып отыр. Үшінші сөйлем: бақта алмалар көп. Төртінші сөйлем: Әди мен Әзи шахмат үйірмесіне жазылды. Енді балалар, осы сөйлемдердің ішіндегі күрделі сөз бар сөйлемді табамыз. Және ол қай сөз табына жататынын айтамыз. Әрине балалар, бірінші сөйлем ат бәйгеден озып келді. Екінші сөйлем Байжан сурет салып отыр. Және бұл сөйлем мүшесі сөз табының етістігіне жатады. Міне балалар, бүгін біз сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін ажыратуды үйрендік.
Осымен бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар, балалар.